Сонан соң, оразаның құрметі жайлы соңғы айтатынын бауырлар, ораза тұтамайтын адамдарға құлағына алтын сырға, ораза тұта алмаған, немесе тұтпайтын, тұта алмайтын адамдардың барлығының құлағына алтын сырға, еш болмағанда Рамазанды қадірлеңіз. Мұсылмансыз ғой. Рамазанның қадірін қадірлеңіз. Қалай? Күндіз ас бермеңіз. Сіз өзіңіз аузыңыз ашық болса да, кейбір бауырларымыз бар. Жаңағыдегі оларды айттық та, кейбір қожекең бар, бір мысалы, әжептәуір жақсы бір қожекең бар еді, өмірден өтті, балалары қожа ғой оларда, Бізде қазақта сөз бар, қожаны ұруға болмайды, соғуға болмайды, сөгуге болмайды деп айтады. Сондай мақал бар. Ұрамасаң қожаны, сөгемасаң қожаны, Құдай алсын қожаны деген бар. Соншалық құрметтеген халықпыз. Мен оны неге қожа деп отқанын мағынасын түсіндірем әлде. Сонда соның балалары қайтыс болғаннан кейін. Рамазанда ол кісінің енді кейбір ас бергісі келді да, балалар күндіз ас беріп жатты да. Оның ойы сонда сауап іс жасап жатыр. Дұрыс па? Сауап іс деген сөз діни іс, мұсылманшылық. Ал енді оразада тамақ беру деген мұсылманшылыққа жата ма, білмеймін оны мен. Ол қаяғынан тауып алғанын оның. Бір, екіншіден, оның тамағын кім жейді айтыңызшы. Оразада, ораза тұтуға жағдай жоқ адамдарды айтып берейін. Біріншіден, бала көтерген әйелдер, баланы босанған нифас әйелдер, айлық қонағы кеп жүрген хайыз әйелдер, асқазаны мүлде ауырып қалған, енді оразаға жарамайтындар, қан қысымы көтеріліп, немесе жаңағы былайша айтқанда инвалидтер, немесе қатты бір ауруға душар болғандар ораза тұтуы. Тек сондай адамдар ғана ораза тұта алмайды. Енді мақұл жанына қосайық. Арнайы бір шекарада, немесе сондай бір қатты үлкен бір қызметінде тұрып ораза тұта алмауы мүмкін. Жол сапарда жүрген адамдар бар. Сондай адамдар белгілі бір жағдайменен, қиыншылықпен ғана ораза тұта алмайды. Қалған бос жүрген адам ораза тұтуы мұсылманшылық болады. Ораза тұтпауы ол мұсылманшылығына қарсы амал болады. Өйткені мен мұсылманмын деп мұсылманның амалын жасамаса, ол жалғаншы болады. Жалған айтушы біреу болады. Сондықтан оразаның өзіңіз тұтамасаңыз да құрметін жасаңыз. Ас беруден тыйылыңыз. Өзіңіз тұтамадыңыз, тұтқанға құрмет жасаңыз.